Сәлем қыздар, бүгін бізде осындай өте дәмді, жұмсақ булочки. Негізі осы рецептпен кез келген булочки жасауға болады. Сондықтан міндетті түрде сақтап алып, жасап көріңіздер. Ең алдымен 200 грамм сүтімізді жылытып алып, ыдысымызға құямыз. Ескере кететін жайт, қыздар, сүтіміз қатты ыстық болмауы керек, жылы болуы керек. Сүтіміз қатты ыстық болса, дрожжымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Үстінен 7 грамм дрожжымызды, 1 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен електен өткізілген 3 немесе 4 ас қасық ұн саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар, жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта нанымызды дайындай береміз. Ол үшін бізге 1 штук жұмыртқа, 2 немесе 3 ас қасық қантымызды саламыз. Және алдын ала ерітілген 60 грамм сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Аштықымызды құямыз үстіне. Тағы да жақсылап араластырамыз, бір қалыпқа келгенше. Үстінен електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Жақсылап илеп алған соң, 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да бір илеп аламыз. Булочкамыз жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Менде осылай болып шықты. Дәл видеодағыдай үстінен ұн сеуіп, жаятын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жайып аламыз. Енді қыздар, сіздер өздеріңіздің идеяларыңызбен неше түрлі формада булочки пісірсеңіздер болады. Маған рогалики ұнайтын болғандықтан, рогалики істеуді жөн көрдім. Ішіне неше түрлі джем, варенье қоссаңыздар болады. Өте жұмсақ және дәмді булочкалар болады. Және де қыздар, булочкаларыңыз осылай дайын болғаннан кейін, бірден салып жүрмей 10-15 минут күтіңіздер. Сонда булочкаларыңыз әдемі болып көтеріліп шығады. Он 15 минут күттік. Одан соң жұмыртқамызды бетіне жағып, қызып тұрған алдын ала 180 градус пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Бетіне өз қалауларыңызша сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен күнжітпен мак септім. Мінекей қыздар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді. Міндетті түрде жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.